Ескерту бөпелерге және 18 жасқа толмаған балаларға көруге болмайды. Сәлем, сіздермен бірге біз қысқаша шолу арнасы. Бүгін мен жоқ жерден келген қыз триллерлік сериясындағы шынайы махаббат эпизоды туралы сөйлесемін. Эпизод биік қабырғаның бір жағында студенттік формадағы жас өспірім қыздан басталады. Ол оған қолмен жазылған жазбаны қояды. Екінші жағынан студенттік формадағы жас өспірім жазбаны алып, оны оқиды. Жазбада олар жақын арада бірге оқиды делінген. Олар кетіп қалғанда, диктордың әйел дауысы басым болып, мектептегі махаббат қарым-қатынасы тұрақты мәселе екенін айтады. Бірақ неге олар бұған тыйым салады? Ересектер одан қорқады ма? Камера солға бұрылып, биік терезенің сыртқы жиегінде отырған басқа студентті көрсетеді. Мектептегі қыздарға қалай дұрыс киіну керектігін және құрмет көрсетуді сипаттайтын тақталар бар. Шамасы, бұл мектепте тек әйелдер оқиды. Мұғалімдердің бірі Наруэмол ханым мектеп директорымен сөйлесіп, оған өз мектебін ұлдар мектебімен біріктірмеу керектігін айтады. Директор қаражаттың жетіспеуіне байланысты таңдауы таусылғанын айтады. Наруэмол олардың мектебі ізгілікті және дәстүрлі ханымдарды шығарады деп мәлімдейді. Егер олардың мектебі ұлдар мектебімен араласса, ол қорланады. Директордың айтуынша, ол басқаша әрекет ете алмайды. Оларға мектепті ұстап тұру және мұғалімдерге ақы төлеу үшін ақша қажет. Наруэмол табандылық танытып, үстеліне бірнеше жазбалар тастайды. Бұл ұлдар мен қыздар алмасатын жазбалар. Директор олардың біреуіне қарайды, бірақ бұл оны қатты мазаламайтын сияқты. Ол күлімсіреп, бұл балалар ол ойлағаннан да ескіргенін айтады. Ақыр соңында біріктіру болады дейді. Ол Наруэмолдан рұқсат сұрамайды. Наруэмол мұғалімдер кабинетіне барып, жаңалықты жариялайды. Барлық мұғалімдер әйелдер. Ол олардың мектебінің ұлдар мектебімен бірігуіне жол бермеу үшін шаралар қабылдау және бірдеңе жасау керек дейді. Басқа мұғалімдердің бірі бұл жаман естілмейді дейді. Бірақ Наруэмол енді қыздарға қамқорлық жасау керек дейді. Керісінше ұлдар жетілмеген және жауапсыз, егер олармен байланыста болса, қыздарға зиян тигізеді деген ойға тоқталады. Тағы бір мұғалім Линда ханым Наруэмолмен толық келіседі. Сонымен қатар, ол оларға тез әрекет ету керек екенін қосады, өйткені мектепте қауесет тарады. Наруэмол бұл қауесеттерді кім таратқан болуы мүмкін деп ойлайды. Біріктіру әлі ресми түрде жарияланған жоқ. Терезеде отырған қыз Нанна сыныптастарымен сөйлеседі. Олар одан жақын арада олардың мектебінде ұлдар оқитыны рас па деп сұрайды. Нанна иә дейді. Бір қыз ұлдармен қалай әрекет ету керектігін білмейтінін айтады. Егер оларда ұлдармен бірге дене шынықтыру сабағы болса ше. Нанна оларды тыныштандырады және ұлдарда ерекше ештеңе жоқ дейді. Олар қорқынышты емес. Ол мұғалімінен қорқатын бір топ оқушы ұлдар бейнеленген оқиғаны баяндайды. Қабаттасу экранды толтырады және мектептің 12-ші ережесін жазады. Қыздарға ұлдардың әзілдеріне күлуге рұқсат етілмейді. Біріктіру орын алды және қазір ұлдар бұрын толық әйелдер мектебінде болды. Ұлдар мен қыздар тобы бір-біріне жақын келеді. Бір топ ұлдар мен қыздар бірге серуендейді, ал ұлдардың бірі Панжан әзіл айтады. Қыздар ұялшақ күледі, ал Нанна ұлдардың күлкілі екенін айтады. Нанна ұлдар мен қыздарды біріктіру үшін қолдан келгеннің бәрін әдейі жасайды, ал Линда ханым оларды бақылап, смартфонына бірнеше суретке түсіреді. Линда ханым Наруэмол ханымның суреттерін көрсетіп, одан не істеу керектігін сұрайды. Наруэмол ханым мұндай мәселелерді шешудің өзіндік тәсілдері бар дейді. Оқушылар қатарға тұрды және Наруэмол ережелерді жариялайды, өйткені бұл ұлдар мен қыздардың бірге оқитын бірінші күні. Ол өзінің ережесін әлеуметтік алыстау деп атайды. Біріншіден, студенттерге аралас композициялар құруға да рұқсат етілмейді. Қыздар оның оң қолына, ал барлық ұлдар сол қолына тізіліп тұрады. Сонымен қатар, сыныптар ұлдар мен қыздарға арналған бөлмелерге бөлінеді. Олар бір сыныпта оқымайды. Сонымен қатар, бұдан былай шоколад пен кофеинді сусындарға тыйым салынады, өйткені олар ұлдарды қоздырып, олардың жыныстық құмарлығын арттыруы мүмкін. Басқа қабаттасу экранды толтырады және 34-ші ережені жариялайды. Ұлдарға сүт сөзін айтуға рұқсат етілмейді. Оның орнына олар пастерленген сусындар тіркесін қолданады. Мектеп асханасында ұлдар мен қыздар бөлек үстелдерде тамақтанады, ал Линда ханым оларға қарайды. Нанна басқа қыздарға оның лайн қолданбасындағы топтың бір бөлігі екенін айтады және олардың барлығы бір-бірімен хат жазысалатындай етіп оларды топқа қосады. Поп қыздардан аздап сүт сұрайды, ал Нанна оған сүт пакетін жақындатады. Мисс Линда мұны назарға алады және Нанноның телефонын оның қолынан алады. Линда ханым Нанноны Наруэмолға апарады және оған мәтіндік хабарламаларды көрсетеді.
Мисс бұған риза емес. Тағы бір қабаттасу бізге 41-ші ережені ұсынады. Қыздар мен ұлдарға араласуға тыйым салынады. Егер біреу ұсталса, олардың есептік жазбасы бұғатталады. Сол күні кешке біз Наруе Мол ханымды оның үйіндегі кеңсесінде көреміз. Ол өзінің кішкентай кезіндегі фотосуретіне қарап, досымен бірге отырып, мұз таяқшаларын жейді. Бұл естеліктерді тудырады, және біз дәл сол сәтте тасымалданамыз. Жас Наруе Мол досына білім беру жүйесінің бір бөлігі болғысы келетінін, және мұғалім ретінде осы мектепке қайта оралғысы келетінін айтады. Біз бүгінге оралғанда Наруе Мол 2019 жылдың үздік мұғалімі сыйлығын қолында ұстайды. Ол Линдаға хат жазады және оған жасаған барлық істері үшін алғыс айтады. Линда Наруе Мол үшін бәрін жасаймын деп жауап береді. Жаңа қабаттасу бізге 76-ші ережені ұсынады. Қарама-қарсы жынысқа бетпе-бет мәтіндік хабарламалар арқылы немесе тіпті ақыл-ой арқылы кез келген сезімді көрсетуге тыйым салынады. Нанна телефонына сымш жазады, ал достары одан мұны қалай жасайтынын сұрайды. Ол лайн қосымшасында бұғатталған. Бірақ Нанна Трулов деп аталатын жаңа қолданбаны жүктеп алды. Студенттің жеке басын ашпайды. Осылайша мұғалімдер кіммен сөйлесетінін білмейді, тіпті егер ол ұл немесе қыз болса да. Басқа қыздар да қосымшаны жүктейді. Барлық студенттер бұл жаңа қосымшаға қуанады, және бәрі оны қолдана бастайды. Олар күлкілі пайдалану шаттарының барлық түрлерін пайдаланады, және бір-бірімен хат алмасады. Наруе Мол Наннаны кеңсесіне тағы бір рет қоңырау шалып, одан шынайы махаббат қосымшасымен бұл ақылсыздықты бастағанын сұрайды. Нанна мұны мойындайды, және Наруе Мол оған қосымшаны жою керек екенін айтады, өйткені жағдай бақылаудан шығып кетуі мүмкін. Кейбір қыздар жүкті болуы мүмкін. Нанна қолданбаны жою ең ақылды қадам емес дейді. Қолданба ешқандай сәйкестендіру деректерін көрсетпейді, бірақ мұғалімдер әлі де оқушылардың белсенділігін бақылай алады. Егер бірдеңе бақылаудан шығып кетсе, олар араласып, оны бірден тоқтата алады. Мұғалімдердің өздері қолданбаны пайдаланып бақылаудан шығуға қорқатын жағдайларды қоспағанда. Наруе Мол ілініп Наннаға қосымшаны одан әрі таратып, оны пайдалану туралы есеп беруін айтады. Наруе Мол қолданбаны жүктеп алып, пайдаланушы атымен бос база тіркелгісін жасайды. Ол дереу профиль фотосуретінде гүл бейнеленген пайдаланушымен салыстырылады. Олар бірнеше хабарламалармен алмасады, және олар қосылады. Наруе Мол басын көтереді, біз оның ескі естеліктеріне қайта ораламыз. Жас Наруе Мол өзінің жігітінен көңілі қалған досы Руэтиді жұбатуға тырысады. Руэтайдың жігіті сахнаға шығып кешірім сұрайды. Қыз Наруе Молдың құшағынан шығып жігітіне оралады. Наруе Мол оның қолын ұстауға тырысады, бірақ Руэтай оны жігітіне қалдырады. 94-ші ереже бар, бір-бірін жалғыз көрген ұлдар мен қыздар ауыр құқық бұзушылық болып саналады. Наруе Мол студенттерді жинап кейбір жаңа ережелерді жариялайды, өйткені студенттер алдыңғы ережелерді сақтамайды. Қыздар ер балалардан бөлек ғимаратта оқиды. Сонымен қатар Линда оған смартфондары тәркіленетін студенттердің аттарын қамтитын қара тізімді береді. Нанна Наруе Молға жақындап, олардың жоспары қалай жүріп жатқанын сұрайды. Содан кейін ол сыныптан шыққан бір түрлі шуды көрсетеді. Наруе Мол кіріп, Панджан мен Намнуингті көреді. Олар жасырын түрде сол жерге жол тартты. Ол оларға айқайлап сыпырғышпен ұрады. Пунджанның маңдайынан қан ағып, Наруе Мол қатып қалады. Балалар қашып кетеді. Наруе Мол көзқарасты бос сыныпқа аударады және тағы бір естелікке оралады. Олардың мұғалімі Наруе Молдың ең жақын досы Руэтайдың қайтыс болғанын хабарлайды. Дәрігерлер оны құтқара алмады. Наруе Мол көз жасын ұстай алмайды. Камера ашылып бізді бүгінгі күнге қайтарады. Директор Наруе Молды өз кабинетіне шақырады және оған балалар бір-бірімен жай ғана айналысқанын айтады. Егер Панджанның ата-анасы оларды сотқа беруді шешсе, оның агрессиясы мектепке қиындық тудыруы мүмкін. Ол Наруе Молды толығымен жұмыстан шығарады. Келесі күні таңертең директор мисс Наруе Мол қоштасу үшін шәкірттерін жинайды. Ол өз сөзін бастайды, бірақ содан кейін Нанна телефонын шығарып, оған бірдеңе жасайды. Пайдаланушылардың барлық тұлғалары ашылды. Енді әркім өзіне кім сәйкес келетінін көре алады. Студенттер сіріңкемен жақындау үшін жүгіреді. Наруе Молға келетін болсақ, ол Линда ханыммен теңесті. Линда оған жағымды романтикалық сөздер айтады және оның көңіл күйін мақтайды. Наруе Мол бастапқыда екі-үшті, бірақ Линда махаббат қайдан шықса да махаббат екенін айтады. Наруе Мол шығу кезінде ол хабарлама алады. Ол басқа студентпен кездеседі. Ол айтпақшы Наннаға тап болады. Нана камераға бұрылып күлімсіреді. Достар, осы сериалдың басқа бөліктерін біздің арнамыздан көре аласыз. Мысалы, мектепте шаш бояуға тыйым салды.